Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, қайырлы күн барша WorldSkills Қазақстан байқауын біріктіріп отырған көрермендер. Алматы қаласында сәуірдің 9-нан 11-не дейін WorldSkills Алматы 2025 кәсіби шеберлігінің 10-шы аймақтық чемпионаты өтті. Бұл чемпионатқа 25 құзыреттілік бойынша Алматы қаласының колледждерінен 200-ден астам жас, мақсатшыл, шығармашыл студенттер қатысты. Ол қалай өтті екен, экранға назар аударыңыздар. WorldSkills Алматы 2025 чемпионатының басты мақсаты халықаралық стандарттарға сай техникалық мамандықтар бойынша жоғары технологиялық өндіріс салаларын кадрмен қамтамасыз ету, тетіктерін қалыптастыру, оның ішіне кәсіби бағдар беру тетіктері, кадрларды даярлау, сарапшылар қауымдастығын қалыптастыру және еңбек өнімділігін арттыру тетіктері кіреді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылда жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялап, техникалық және кәсіптік білім беруді өзгертудің ел экономикасын дамытудағы маңызды рөлін ерекше атап өтті. WorldSkills жүйесін дамыта отырып, біз халықаралық аренадағы өз позицияларымызды нығайта түсудеміз. Региональный чемпионат WorldSkills Алматы 2025 проходил по 30 компетенциям, 7 направлений: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, производственные и инженерные технологии, искусство и дизайн, социальные и персональные услуги, транспорт и логистика, образование. С целью поддержки студентов с особыми образовательными потребностями прошел конкурс по стандартам WS Olympics по компетенции технология моды. Чемпионат белсенді кәсіптік бағдар беру жұмыстарымен қатар жүрді. Іс-шараға 15 мыңнан астам мектеп оқушылары қатысып, жарыс алаңдарында көргендерімен шабыттанып, кәсіптік мамандықтар бойынша оқуға өтінімдер берді. Для приветствия участников и гостей церемонии закрытия регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Алматы 2025 мы приглашаем на сцену нашу гостью, заместителя акима города Алматы, Нусупову Асию Бековну. Дорогие ребята, мы от всей души поздравляем вас с окончанием чемпионата WorldSkills 2025 года. И мы были на всех площадках, где вы соревновались. Аким города Ербол Аскарбекович Тасаев приезжал к вам. И мне кажется, что мы можем только одно — гордиться вами. Спасибо вам большое за ваше
знаете, вот прекрасное отношение к труду. Вы все очень способны, у вас большой потенциал, у вас большое будущее. Спасибо вам за участие, за соревнования. И я надеюсь, что итоги покажут, что действительно победили сильнейшие. А я хочу, чтобы все-таки больше профессиональности. У вас новый начальник управления образования. Он был акимом Ауэзовского района, опытный руководитель. Сафиденов Сайран Топенович. Я хочу, чтобы, вот почему чтобы все-таки заключительное слово, итоги подвел начальник управления. Хорошо? Құрметті Әсембекқызы, көп рахмет. Қымбатты достар, WorldSkills Алматы 2025 10-шы аймақтық чемпионатының қатысушылары мен қонақтары, міне біздің жыл сайынғы кәсіби шеберлік чемпионатымыз аяқталды. Мен бұл шараның тек әсерлі ғана емес, сонымен қатар әділ өтуіне күш салдырған барлығын қарсы алуға шын жүректен қуаныштымын. Табысты және сәтті үйлестірілген жұмысымыздың арқасында біз қатысушыларды, сарапшылар мен көрермендерді бір алаңда Атакент көрме кешенінде біріктіре отырып, чемпионатты жоғары деңгейде өткізе алдық. Сіздердің әрқайсыңыз осы жарқын оқиғаның бір белгілі болдыңыз және оны шынымен ерекше еткен сіз болдыңыздар. Кәсіби шеберлігіңіз, ынта жүрегіңіз және дамуға деген құлшылықтарыңыз сол үшін рахмет сіздерге. Чемпионаттың ресми қонағы Алматы қаласының әкімі Ерболат Асқарбекұлы Досаев қатысқаны біз үшін ерекше құрмет болды. Ерболат Асқарбекұлының келуі біздің шараның қала деңгейіндегі маңыздылығы айқын дәлел болды. Ерболат Асқарбекұлы чемпионатымыздың ұйымдастыруына жоғары баға беріп, қатысушыларды дайындығынан жоғары деңгейді атап өтіп, барлық сайыскерлерге алдыңғы уақытта да табыс пен кәсіби өсуі тіледі. Біздің чемпионаттың батырлары заңды түрде сән технологиясы құзыреттілігі бойынша Олимпикс қозғалысының қатысушылары болып табылды. Өмірдегі қиындықтарға қарамастан олар мүмкін еместен мүмкін болуды әлемге дәлелдей алды. Олардың қайсарлығы, таланты, кәмілдікке ұмытылуы және өз ісіне деген сүйіспеншілігі шынайы таңданыс пен терең құрметке лайық. 2022 года Министерство просвещения Республики Казахстан проводит республиканский чемпионат WorldSkills Казахстан по утвержденным 30 компетенциям. Сегодня на закрытии чемпионата в зале присутствуют участники и эксперты по 30 компетенциям. Решением оргкомитета WorldSkills Алматы принято, что с целью усиления подготовки конкурсантов и придания особого статуса компетенции город Алматы также по аналогии республиканского чемпионата делает акцент на основные 30 компетенций. Остальные 23 компетенции уже проводятся как дополнительные. Подводя итоги нынешнего чемпионата, с радостью отмечаю, что в этом году участие приняли 350 молодых специалистов, которые соревновались по 53 компетенциям. Для оценки их мастерства были привлечены более 400 экспертов, что подтверждает высокий уровень организации и масштаб событий. Особо хочется подчеркнуть, что наряду с уже традиционными компетенциями в этом году в программу вошли новые востребованные направления, как промышленный дизайн, беспилотные летательные аппараты, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Эти изменения отражают стремительное развитие технологий и потребностей современного рынка труда. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность организационным и техническим комитетам, нашим социальным партнерам и работодателям, менеджерам, председателям площадок, а также экспертному сообществу. Благодаря вашему вкладу чемпионат прошел на высоком уровне и соответствовал всем требованиям WorldSkills International. Участие и победа
регионального чемпионата дала путевку 32 конкурсантам на чемпионат WorldSkills Казахстан 2025. Победители национального чемпионата будут представлять Республику Казахстан в мировом чемпионате в составе сборной команды. Поэтому хочу обратиться к тем, кому не хватило несколько баллов до заветной медали. Вы уже чемпионы. Вы уже доказали всем своим родным и близким, что являетесь частью мирового движения WorldSkills и способны представлять свои колледжи на самом высоком уровне. Пусть сегодняшний ваш результат станет фундаментом будущих побед. Уже традиционно при проведении регионального чемпионата победители чемпионата и их наставники получают премиальное вознаграждение в виде сертификатов в сумме: первое место 150 тысяч тенге, второе место 100 тысяч тенге, третье место 50 тысяч тенге. С этого года премиальные также остаются, но уже для победителей призеров только 30 компетенций. Помимо этого, вот уже на протяжении 3 лет сборная города Алматы занимает второе место по общему медальному зачету WorldSkills Казахстана. Стабильность – это тоже признак мастерства, но город Алматы с таким мощным потенциалом должен занимать лидирующее место в движении WorldSkills Казахстана. С целью мотивации и поддержки будущих специалистов нашего региона, а также учитывая достижения студентов колледжа на республиканском уровне при поддержке акимата города Алматы, также победители, занявшие на республиканском чемпионате WorldSkills Казахстан в 2024 году, были премированы за первое место 200 тысяч тенге, за второе место 150, третье место 100 тысяч тенге. Құрметті, осы WorldSkills 2025 чемпионатын аяқталуына қатысушылар бірнеше минуттан кейін біз жеңімпаздар мен жүлдегерлердің есімдерін білетін боламыз. Және осы маңызды сәтте мен мынаны айтып келеді. Чемпионаттағы жеңіс бұл соңғы емес, тек бастама. Әрқайсымыздың артымыздан ұстаздармен, тәлімгерлер, сарапшылармен, ата-аналарымызбен және достарымызбен бірге жүріп өткен ұзақ жол бар. Бұл жеңу, өсу және бергендіктің жолы. Бүгінгі жеңіс одан да маңызды жетістіктерге жетуден бір сатысы деп санауға болады. Барлық жеңімпаздар мен олардың ұстаздарын алдағы жұмыстарына шын жүректен сәттілік тілеймін. Алға жаңа биіктерге, ұлттық және әлем чемпионатына біз сізге сенеміз және жарыстың келесі кезеңде қаламыздың атынан шығу құрметіне мақтанышпен сенеміз. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Көп рахмет сізге, үлкен алғысымызды білдіреміз. Кәсіби шеберлік чемпионаты Қазақстан Республикасының дайындықтан өткен әрі талантты жас мамандар үшін өз таңдаған құзыреттілігі бойынша жеткен шеберлік деңгейін көрсетуге мүмкіндік беретін ресми түрде танылған алаң болып табылады. Итак, дорогие друзья, кто же сегодня стал победителем и призером регионального чемпионата WorldSkills Алматы 2025, мы узнаем прямо сейчас. Сонымен біз WorldSkills Алматы 2025 кәсіби шеберліктің 10-шы аймақтық чемпионатының жүлдегерлері мен жеңімпаздарын марапаттау рәсімін бастаймыз. WorldSkills Алматы 2025 кәсіби шеберліктің 10-шы аймақтық чемпионаттың 3-ші орындарды табыстау үшін біз сахнаға құрметті қонақтарымыз Smart Light компаниясының басшысы Аян Мырза және де педагогика еңбектерінің ардагері Нұрмұхамбетов Ысқақ Молдалимұлын құрмет қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Итак, мы начинаем торжественную церемонию награждения обладателей третьих мест WorldSkills Алматы 2025, которым вручаются дипломы и денежные сертификаты. Құрметті қонақтарымызға қатырып шапалақ ұрып қойсаңыздар. Компетенция ресторанный сервис. Третье место.
Асылбек Мустафаев, Алматинский колледж моды и сферы обслуживания. Было посвятить болсын. Компетенция поварское дело. Третье место. Асылжан Ажикенов, Алматинский технологическо-финансовый и инновационно-технический колледж. Наубайхана ісі. Сәдуақас Аяжан, Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі. Ваши полномочия, дорогие гости. Визуальный мерчендайзинг. Гаргажиев Арлан, колледж Международной академии бизнеса. Және де бастауыш сыныптарда оқыту. Айдана Төменғали, Бөбек колледжі. Бахтыбаева Агарки, колледж профессионального образования в составе НАО «Казнас Жинпу». Қошеметтеріңізді аямаңыздар достар. Мехатроника. Дарын Жеткербай, Алматинский электромеханический колледж. Маржан Садат, Алматинский электромеханический колледж. Прототипирование. Ахжол Бахтшан, Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий. Графикалық дизайн Еркебулан Рамазан, Алматы мемлекеттік бизнес колледжі. Инженерная графика КАТ. Ерсін Алихан, Алматы электромеханикалық колледжі. Дорогие конкурсанты, желаем вам успехов в будущем. А сейчас Желек әкімшілері Мадияр Оразбай, Алматы мемлекеттік бизнес колледжі. Құрметті қошеметтеріңіз болсын. Бизнеске арналған IT шешімдер. Андреев Вадим, Digital колледж. Парикмахерское искусство. Бронза. Надежда Абдрахманова, колледж «Перспектива». Бизнеске арналған IT шешімдер. Также на сцену приглашается Аяла Амантай, Алматинский колледж сервиса и технологий. Ал ыстанда бір топ
үшінші орынға иеленген жандарды сахна төріне шақырамыз. Жеңіл автомобильдерді жөндеу және қызмет көрсету. Станислав Пухалов, Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі. Фрезерные работы на станках. На сцену приглашается Грехов Данил, колледж архитектуры, дизайна и инженерии. Жеңімпаздарымызға дуыл қошеметтеріңіз болсын. Не забывайте поддерживать друг друга, наши дорогие зрители. На сцену приглашается Репин Александр, Алматы Политехник колледж. Спасибо большое. Еще раз поздравляем Репина Александра. Промышленная автоматика. Ерасыл Ержанова, Алматинский электромеханический колледж. Шапалақ ұрып отырайық, достар, қолдау көрсетейік. Сән технологиясы. Жанерке Рахат, Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі. Жанерке Рахатқа дуыл қошеметтеріңіз болсын, ағайын. Құтты болсын. Сварочные технологии. Эльдар Саламат, Алматинский автомеханический колледж. Сантехника и отопление. Есен Нурмахан, Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения. Есен Нұрмаханды дуыл қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Қанекей, құтты болсын. На сцену приглашается Никита Крылов, Алматинский многопрофильный колледж. Және де тағы да бір номинация, тағы да бір жүлде. Кірпіш қалау. Еркебұлан Макен, Алматы көп салалы колледжі. Кондитерское дело. Григичева Анастасия, колледж индустрии и туризма и гостеприимства. Ваши бурные овации. Мы еще раз поздравляем всех призеров третьего места. Желаем вам всем удачи и новых успехов, ребята.
Және де сахна төріне шығып осы жүлделерді табыстаған ағаларымызға алғыс білдіріп, сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Ал WorldSkills Алматы 2025 чемпионатының 3-ші орын иегерлерін зор қошеметпен тағы да бір рет қолдап қояйық. WorldSkills Алматы 2025 кәсіби шеберліктің 10-шы аймақтың чемпионатының 2-ші орындарын табыстау үшін біз сахнаға құрметті қонақтарымызды Алматы қаласының мәслихат депутаттарын шақырамыз. Шалбаева Айгүл Дейсеновна және де онан қасына Құсайынов Бейбіт Болатовичті шақырамыз. Қанеки долы қошеметтеріңіз болсын. Давайте встретим бурными аплодисментами наших уважаемых гостей. Достар, қолдау бар ма? Бір шапалы ұрып қояйық. Ну что ж, мы с нетерпением хотим узнать имена ребят, занявших вторые места по 30 компетенциям WorldSkills Алматы 2025, которым вручаются дипломы и, конечно же, денежные сертификаты. Итак, мы начинаем. Второе место. Кондитерлік ісі бойынша. Османова Элиф, Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі. Ресторанный сервис. Әділбек Жақсылық, Алматинский технологический колледж. Элиф, ваш букетик вы забыли. Жақсылыққа бір шапалақ ұрып қойсақ, әбден жарасатын сияқты. Келесі кезекте бізде аспаздық іс Хава Бекова, Алматы технологиялық экономикалық колледжі. Дуғол қошеметтеріңіз болсын. Пекарское дело. Яковлева Валерия, колледж индустрии туризма и гостеприимства. Ваши бурные аплодисменты нашей Валерии. Визуалды мерчендайзинг. Трейтак Кристина, Алматы қаржы экономикалық колледжі. Дуғал қошеметтеріңіз болсын. Преподавание в младших классов. Милана Гучина, Алматинский гуманитарно-педагогический колледж номер 2. Давайте поддержим Милану бурными аплодисментами, друзья. Прототипирование. Ахтан Артышев, колледж Каспийского общественного университета. Келесі екінші орынға ие болған жанды ортаға шақырайық. Ақпараттық және кабельдік желілер. Ерали Амантай, Алматы көпсалалы колледжі. Жарайсын Амантай, қанекей дуғал қошеметтеріңіз болсын. Разработка мобильных приложений. Асет Тургантай, Алматинский колледж сервиса и технологий. Сейфулла Ержанова, инновационно-технический колледж. А теперь графикалық дизайн. Дмитрий Веселкин, Каспий қоғамдық университетінің колледжі.
доо қошеметтеріңіз болсын. Аплодисменты, друзья, поддерживаем. Дима уже спешит за своей наградой. Давайте встретим его бурными аплодисментами. Графикалық дизайн. Бақдәулет Тлеубергенов, Алматинский многопрофильный колледж. Қандай керемет достар, қараңыздаршы, доо қошеметтеріңіз болсын. Тамаша естелікке сурет болсын. Көп-көп рахмет. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Инженерная графика КАТ. Алтынбек Әмірсана, Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологии. Доо қошеметтеріңіз болсын. Веб-технологии. Роман Шевелев, Инновационный технический колледж. Друзья, почему так тихо в зале? Также на сцену приглашается Игорь Неживых, колледж Каспийского общественного университета. Алдыс электроника саласына көшетін боламыз. Күміс егері Бегасыл Жаңбырбай, Алматинский электромеханикалық колледжі, Алматы электромеханикалық колледжі. Артур Шабалтаев, Евразийский технико-экономический колледж. Извиняюсь. Артурға бір доо қошеметтеріңіз болсын, ағайын. Сетевое и системное администратирование. Медина Сактаган, Digital колледж. Давайте поддержим Медину, уважаемые друзья. Ну а мы продолжаем. Келесі кезекте бизнеске арналған IT шешімдер. Сахна төріне Илимов Наиль шақырылады. Алматы политехникалық колледжі. Парикмахерское искусство. Анфиса Полушкина, Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Ярасул Талей, Алматинский автомеханический колледж. Екінші орын иегерлерін біз құттықтаймыз, және де Ярасыл құтты болсын. Қанекей ары қарай жалғастырамыз. Электромонтаж жұмыстары. Расул Хамраев, Алматы техникалық экономикалық қатынас жолдары колледжі. Дұғыл қошеметтеріңіз болсын. Ақтілек Әбілхан, Алматы құрылыс техникалық колледжі.
құдірет болсын, көп рахмет. Ақлек келе ғой. Фрезерные работы на станках с ЧПУ. Берж Артем, Алматинский автомеханический колледж. А мы продолжаем. Технология моды. Асель Калыбаева, Алматинский колледж сервиса и технологий. Ваши бурные аплодисменты. Асель уже спешит нам, а мы поддерживаем максимально аплодисментами, друзья. И продолжаем. На очереди у нас токарные работы на станках с ЧПУ. На сцену приглашается Энуарбек Айбек, Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения. Энуар Айбек, дуға қошеметтеріңіз болсын. Дәнекерлеу технологиясы. Серғазы Сабиров, архитектура, дизайн және инженерия колледжі. Сантехника және жылыту. Амирхан Мухамеджан, Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий. Серғазға дуға қошеметтеріңіз болсын, көп рахмет. Ал қанеке Амирханға дуға қошеметтеріңіз болсын. Екінші орын иегелеріне көп рахмет. Ал келесі бізде кірпіш қалау. Аслан Кабдолданов, Казбеска колледжі. Жарайсың, Аслан. Және де тағы бір екінші орынға ие болған плиткамен қаптау бойынша Абдукарим Жасарбек, колледж архитектуры, дизайна и инженерии. Под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем тебя на сцену. Абдукарим Жасарбек, қанеке дуға қошеметтеріңіз болсын. Ваши бурные аплодисменты, наши друзья. А мы продолжаем. Ну, а я хочу поблагодарить наших уважаемых гостей. Көп рахмет, құтты орындарыңызға, жайғасуларыңызға рұқсат. Алматы встречает своих новых героев. Наши аплодисменты гостям церемонии и обладателям вторых мест WorldSkills Алматы 2025. Спасибо вам за участие. Сонымен біздің салтанатты шарамыздың кульминация сәті келді. 10-шы аймақтық чемпионаттық WorldSkills Алматы 2025 жеңімпаздары кімдер? Жеңімпаздардың есімдерін жариялау үшін біз сахнаға құрметті қонақтарымыз Алматы қаласы мәслихатының төрағасы Отыншиев Мейіржан Батырбекұлын және Алматы қаласының әкімдігінің орынбасары Әсембековнаны құрмет қошеметпен шақыруға рұқсат етіңіздер. Давайте встретим наших уважаемых гостей. Под ваши бурные аплодисменты. Ал енді кезекте Мейіржан Батырбекұлына сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар, жеңімпаздар, жүлделі орын иегерлері, барлықтарыңызды мынау үлкен жетістіктермен құттықтаймын. Өткен жолы осындай ашылу салтанатты рәсіміне қатыстық. Сол кезде біраз заттар туралы айттық, біраз сөйледік. Ендеше қазір сіздер уақыттарыңызды алмай салтанатты құттықтау рәсіміне өтейік. Рахмет. Мейіржан Батырбекұлы, сізге алғысымызды білдіреміз және микрофонға, яғни сахна төріне Алматы қаласы білім басқармасының басшысы Сайфеденов Сайран Тапенұлын шақырамыз.
Сонымен, WorldSkills Алматы 2025 10-шы аймақтық чемпионатының жеңімпаздарын атайтын боламыз. Кондитерское дело. Сейтмағзам Мағжан, Алматинский технологический колледж. Кондитерское дело Мағжан, дуа қошеметтеріңіз болсын, құтты болсын. Мейрамхана қызметі Зере Кентай, туризм және қонақжайлық индустрияс колледжі. Ваши бурные овации, друзья. Поварское дело Глеб Лушников, колледж индустрии туризма и гостеприимства. Жарайсың, Глеб, көп-көп рахмет сіздерге де, құрметті қонақтар. Бұл қошеметтеріңізді аямаңыздар. Нан пісіру ісі Лаубер Кристина, Алматы мемлекеттік бизнес колледжі. Наше поздравление Кристине, ваши бурные овации. Призеры первых мест. Визуальный мерчендайзинг Дзюба Никита, колледж Казгаса. Ну а на очереди у нас преподавание младших классов Аяулым Тажиман, Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж номер 1. Аяулым жарайсын, қанекей достар, құрметті қошеметтеріңіз болсын. Ал біз жалғастырамыз келесі кезекте бізде мехатроника, Ерасыл Басымбек және де Султан Суемкулов, Алматы политехникалық колледжі. Дұға қошеметтеріңіз болсын. Қанекей Ерасыл мен Султанға ваши бурные овации. Прототипирование Эфе Мут, Алматы политехникалық колледжі. Құрмет қошеметпен қарсы алайық. Ақпараттық және кабельдік желілер Андрей Борисов, Алматы телекоммуникация және машина жасау колледжі. Ал қанекей еселікке сурет болсын. Достар, қатысушылар созылып тұрып, суретке түсалсаңыздар болады. Дәл осы уақытқа дейін бірінші орынға иеленген жандар біздің құрметті, қадірлі қонақтарымызбен еселікке суретке түсейік. Давайте запечатлим этот яркий момент, друзья, и мы уже проводим вас на ваши почетные места. Давайте поддержим аплодисментами, друзья. Бірінші орын иегерлері. Көп рахмет, жайғаса беріңіздер. Алды жарғарай жалғастырамыз сахна төріне. Бота Ерденбайыр, Алматы политехникалық колледжі. Разработка мобильных приложений Ернар Алмасова, Алматы политехникалық колледжі. Бірінші орын. Қанекей дуа қошеметтеріңіз болсын, ал біз жалғастырамыз.
Мобильді робототехника Даниил Дорошкевич и Дмитрий Енин, Алматы политехникалық колледжі. Громче, громче, друзья, давайте поддержим. Графический дизайн Ерке Әліпбек, колледж Казгаса. А сейчас на очереди инженерная графика КАД Арман Елеу, Алматы политехнический колледж. Веб-технология Джалил Калимов, Алматинский политехнический колледж. Жалил құтты болсын. Ал қазір бір естелікке сурет болса. Друзья, давайте станем все вместе рядом в центре нашей сцены и запечатлим этот яркий, красивый момент. Қанекей достар, дол қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ваши бурные овации нашим призерам. Электроника бойынша Денис Шаповалов, Алматинский политехнический колледж. Болельщики политехнического колледжа сегодня молодцы, активные друзья. А сейчас сетевое и системное администратирование. Азамат Садықжан, Алматылық политехникалық колледжі. Дол қошеметтеріңіз болсын. IT-решения для бизнеса. Турсынбай Санжар, инновационный технический колледж. Тағы да бір ерекше өнер иелері, яғни шаштараз өнері келесі кезекте. Даля Стасчук, Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі. Жарайсын Даля. Қанекей, дол қошеметтеріңізді аямаңыздар, құрметті қонақтар. А мы продолжаем. И на очереди у нас ремонт и обслуживание легковых автомобилей. На свое приглашается Батырхан Сулейманов, Алматинский многопрофильный колледж. Электромонтаж жұмыстары Асқарбек Нағашбек, Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжі. Қанекей, дұғы қошеметтеріңіз болсын. Друзья, я попрошу вас встать ближе, и также мы запечатлим этот красивый, яркий момент нашего сегодняшнего праздника. А мы продолжаем, и на очереди у нас фрезерные работы на станках с ЧПУ. На сцену приглашается Бабоев Илья, Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологии. Жарайсын Илья. Ал енді өнеркәсіптік автоматика. Әділет Мұқайұлы, Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжі. Технология моды.
На сцену приглашается Карина Дюсебаева, Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии. Ваши бурные овации! Жарайсың, Карина. Давайте поддержим Карину бурными аплодисментами, друзья. И пригласим следующего обладателя первого места. Токарные работы на станках с ЧПУ. Прокопенко Дмитрий, Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологии. Сахна төріне Прокопенко Дмитрийді шақырамыз. Қанекей, дұға қошеметтеріңіз болсын, құрметті ағайын. А на очереди у нас сухое строительство и штукатурные работы. Сахна турне Ельдос Ильяс Шахлада, Алматинский строительно-технологический колледж. Технический колледж, извиняюсь. Елдос Ильясқа сіздердің дұға қошеметтеріңіз болсын, құрметті ағайын. Еще один обладатель первого места с этого же колледжа, с Алматинского строительно-технического колледжа, это Абдирахим Бауржанула, малярные и декоративные работы. Друзья, где наша поддержка? Бурные аплодисменты должны звучать сейчас. А сейчас на очереди сварочные технологии. Ильмурат Карим с того же Алматинского строительного технического колледжа. Барлығымыз жақындап, естелікке суретке түсейік. Друзья, давайте станем все вместе в центр нашей сцены и запечатлим этот момент. Көп-көп рахмет, ал біз жалғастырамыз. Сантехника и отопление. На сцену приглашается Дмитрий Климов, Алматинский строительно-технический колледж. Почему же так тихо в зале? Ну-ка, Дмитрий Климов. Ваши бурные аплодисменты, друзья. Призер первого места. Кирпичная кладка. Еляман Байгужаев, Алматинский строительно-технический колледж. Пропустите Елямана к нам, он уже спешит. А мы максимально поддерживаем его своими бурными аплодисментами. И на сцену приглашаем Хакимбай Халмуратов, Алматинский строительно-технический колледж, облицовка плиткой. Жарайсыңдар, қанекей естелікке барлығымыз үшеуміз суретке түсіп алсақ. Сахна төріне Нұртай Ернұрды шақырамыз. Тағы да бірінші орын иегері. Ваши бурные аплодисменты, ребята. Ернұр құтты болсын. Ну что ж, дорогие друзья, с целью поддержки студентов с особыми образовательными потребностями прошел конкурс по стандартам WS Abilimpics по компетенции технология моды.
Миржан Бахтарбекович, просим вас провести церемонию награждения. Мы приглашаем на сцену и выражаем огромную благодарность Маслихату города Алматы за поддержку. Ну что ж, первое место. Компетенция технологии моды в рамках движения Обилимпикс. Итак, Мирей Тлеухабылова, Алматинский колледж технологий и флористики. Еще громче, друзья. Максимально поддерживаем друг друга. Мирей Тлеухабыловна. Второе место. Зиза Нурбек, Алматинский колледж технологий и флористики. Ваши бурные аплодисменты, ребята. А сейчас также Алматинский колледж технологий и флористики. Третье место Инкар Бауржанбызы. Біздің сұлу қыздарымызға дол қошеметтеріңіз болсын. Друзья, громче, громче, громче! Қыздар, сіздер де ортаға тұра қалыңыздар. Барлығымыз бірге бір естелікке суретке түсейік. Ну, а мы благодарим наших уважаемых гостей и шлем аплодисменты всем нашим студентам, их родителям, нашим спикерам, педагогикам, мастерам, всем, кого объединил 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Алматы 2025. Также хотим поблагодарить вас и приглашаем в зал. Давайте поддержим бурными аплодисментами, друзья! Біз WorldSkills Алматы 2025 жүлдегерлері мен жеңімпаздарын шын жүректен құттықтап, құрметті және қадірлі қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Біз сенімдіміз, біздің қатысушыларымыз бұл өз саласының болашақ көшбасшылары, олардың энергиясы, мінсіздікке ұмтылысы және тамандылығы бүгіннің өзіне жоғары бағалауға лайықты. Дорогие друзья, пусть участие в чемпионате станет для вас не только возможностью продемонстрировать свои навыки, но и важным шагом на пути к новым достижениям, профессиональному росту и личному развитию. И в будущем, независимо от выбранной профессии, пусть в вас всегда живет творческое начало, которое будет вдохновлять вас двигаться вперед, искать нестандартные решения и открывать в себе новые грани. Искусство и креативность – это то, что делает нашу жизнь ярче, богаче и насыщеннее. И в этом мы убедимся прямо сейчас. Для вас на сцене наши гости. Популярный исполнитель, композитор, аранжировщик, автор многих известных композиций Али Окапов и Мади Рымбай. Давайте встретим бурными аплодисментами. Бітірілген жүргегімде данстым мың тілімен Жылағанда жүрегім күн тұтылып Қуанғанда күлкімнен түн-түнген Руым көп солардың аттарындай Мінезім бар таулардың қатпарындай Жүріппін мамалар хаттарындай Әжімін бар бейнеттің таттарындай Қашан қазақ атадым мен азаңдап Әлі күнге бермейсің ей адамзат Есіміме береді бала жасы ұлпатасты Шырғыған кей азамат Ары жолда мал берді бала берді Уайым түбі теңіз қой бара берме Жігер керек жыр керек жалау керек Қайрат күйім боп түгіл қара елге Бұлғым десең мен қазақпын Мүңіліп мың тірілген Көк бары құң бары елім бары жерім бары Бұлғым десең мен қазақпын Мүңіліп мың тірілген Көк бары құң бары елім бары жерім бары Мен қазақпын мүңіліп мүңтірілген жүргегімде таныстым мың түрімен Жылағанда жүрегім күн тұтылып қуанғанда күлкімнен түн түрілген
туысқаным бірге тартқан тарланын құйысқанның арамызда қара көз бір қыз бәлкім бөліп берген негізге уысқанның мен қазақпын бір биік белеспін мен Европада Азияда емеспін мен аралықтың жетінші материктей бірақ барша адаммен теңізбін мен қазақпын сапайда кел қайдан тудым өмірге қайта келдім мен мұнда бір тірілдім мәңгі өлмеске айта бергім келеді айта бергім бұл кім десең мен қазақпын мың өліп мың тірілген көк байрақ туым бар ерім бар жерім бар бұл кім десең мен қазақпын мың өліп мың тірілген көк байрақ туым бар ерім бар жерім бар шіркін япырмай Көп рахмет. Қошеметтеріңіз менің інім Мади Рымбаев. Рахмет. Қайырлы күн, қымбатты достар, қымбатты алматылықтар және қала қонақтары, баршаларыңызды осындай кереметтей жобамен құттықтаймын. Және де әрине болашақ жастардың қолында, сондықтан біз жастарға сенеміз. Көп рахмет сіздерге. Кеттік. Көңілді көктем еткен арманым едің адамдай кенет өкпелеткен алдадың мені жанымды қинамашы сағындым сүйіктім сені жыламашы гитарам менің сен маған қарамадың сүймедің неге жүректі нәзік жараладың білмедім неге жанымды қинамашы сағындым сүйіктім сені жыламашы гитарам менің
көп рахмет сіздерге. Али Окапа, ваши бурные аплодисменты! Дорогие друзья, в современном мире престиж профессии измеряется не только дипломами, но и мастерством, практическими навыками, способностью решать реальные задачи. Именно это лежит в чемпионате профессионального мастерства, где молодые специалисты из разных стран демонстрируют высочайший уровень в рабочих профессиях. WorldSkills — это не просто соревнование, это платформа для будущего. Здесь рождаются новые звезды, сварщики, строители, повара, программисты, медики, дизайнеры и мастера десятков других направлений. Это возможность для молодых людей заявить о себе, найти свое призвание и показать, что труд — это гордость, это искусство и путь к успеху. Участие в WorldSkills — это шаг в будущее. Это шанс не только проявить себя, но и изменить представление общества о рабочих профессиях. Әрбір қатысушының әрбір жеңістің артында ұстаздардың, тәлімгерлердің, жақындарының, отбасыларын қолдауы тұр. Өйткені шеберлікке жол өзіне деген сеніммен басталады, алғашқы сабақтардан үйдің жылуынан бастау алады. Ал бүгінгі салтанатты рәсім алғашқы, бірақ өте маңызды қадамдардың болашақтарына қарай жасап жатқан жандарға арналады. Сіздер біздің қымбатты жастарымыз, тек елдің болашағы ғана емес, сонымен бірге оның талантты, мақсатқа бағытталған, шабыттанған қазіргі кезеңсіздер. Жастық шақта жастардың арманы көп болады, мінезі қалыптасады, болашақ мамандықтардың негіздері қаланады. Бұл алғашқы таңдаулар, алғашқы жеңістер мен алғашқы сабақтардың уақыты. Осының барлығы олардың өмір бойы жүрегінде қалады. Мамандық таңдау әр адамның алдында тұрған ең жауапты шешімдердің бірі. Осы сәтте жанында сенетін, қолдайтын, шабыттандыратын адамдардың болуы маңызды. Өйткені арманға апаратын жол үйден, жақындардың қолдау сөздерінен, алғашқы «мен саған сенемін» деген сөздерден және отбасылық жылулықтан басталады. Гости нашей церемонии – яркий пример того, как любовь к сцене, к искусству и труду рождается не случайно. За каждым большим успехом стоит семья, та первая школа жизни, где формируются мечты, принципы и вера в себя. Наши следующие две композиции – музыкальные посвящения этим первым шагам. Композиции «Детство» и «Әке толғауы» в исполнении коллектива лауреата Государственной премии «Дарын» Асылбека Еңсепова. Это напоминание о том, как важно сохранить в себе свет тех лет, когда все только начиналось. Встречайте!
Асылбек Еңсепов және де құрамы кәсіби музыканттармен тоғысқан кереметтей топқа қошеметтерімізді аямайық, достар. Мамандыққа апарар жол отбасынан қолдаудан алғашқы шабыттандыратын қадамдардан басталады. Алайда таңдау жасайлы отырып, әр қадам өзіне түрлі музыкада, түрлі жанрлар мен стильде, халық әуенінен классикаға, джаздан операға дейін бағыттар мен мүмкіндіктерге толы үлкен әлемді ашады. Как и в музыке, так и в мире профессии важно не только вдохновение, но и профессионализм. Без мастерства, постоянной работы над собой, без тонкой настройки невозможно достичь настоящей глубины и признания. Яркий тому пример – вокальный квартет «Эль Канто». Біздің ең жылы қошеметтерімізді қонақтарымызға халықаралық байқаулар мен фестивальдер жеңімпазы, Алтын адам ұлттық сыйлығының лауреаты «Эль Канто» квартетіне арнаймыз. Құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар, достар. Guido il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue d'inta bene, sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensa alle notti là in America, ma erano sole le lampare nella bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide luce da nuvola, lì sempre c'è anche la morte. Guarda negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso c'è lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue d'inta bene, sai. Così diventò tutto piccolo, anche le notti noi in America. Ti volti e vedo la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, la vita che finisce, ma non la minaccia poi tanto. Anzi, si sente già felice e ricomincia il suo canto. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai, è una catena ormai che
Следующая песня из репертуара Муслима Магомаева «Синяя вечность». Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудит. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты не надолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малый вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малый вместе с собой. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малый вместе с собой, с собой, с собой возьми. С собой. Иль Канто квартета. Огромное спасибо. Ну что ж, ребята, сквозь века и поколения, сквозь города и континенты музыка была и остается самой универсальной формой общения. Ее не нужно переводить, она звучит сердцем от ритмов древних барабанов до электронных мелодий. Будущего от классических симфоний до уличного рэпа музыка умеет объединять то, что кажется разным. Эпохи, культуры, народы, профессии и возрасты. Путь каждого человека – это путь от первых шагов, вдохновленных семьей, до осознанного выбора своего призвания. Мы увидели, что, как и в музыке, что в мире профессий есть традиции, инноваторство, тонкости и сила, интуиция и мастерство. Но каким бы ни был наш путь, важно помнить, откуда мы родом. Истоки в культуре, в земле, в языке, в истории народа. Көптеген адамдар үшін музыка өзін-өзі көрсетудің бір тәсілі, қарым-қатынас пен шабыт құралына айналды. Музыка өзіңізді түсінуге, басқаларды естуге және пікірлес адамдарды табуға көмектеседі. Ол метродағы құлаққапта, студенттік залдардағы жаттығуларда мыңдаған адамдарды бір ырғаққа жинайтын концерттерде елестейді. Да, в мире, где так много различий, музыка остается тем, что соединяет. Она не спрашивает, кем ты работаешь или где ты родился. Она просто звучит, и мы вместе двигаемся в такт. Рабочий и художник, ученый и студент, старшее поколение и юность. Все мы чувствуем музыку по-своему, но вместе. Музыка — это мост между людьми, между мирами, между сердцами. Біздің концерттік бағдарламамызды ерекше ұжым жалғастырады. Ол жандарды
сахна төріне шақырмас бұрын барлықтарыңыздың бір көңіл күйлерін сұрағым келіп тұр. Көңіл күй қалай, достар? Как настроение? Как сидится? Мы еще раз от всей души поздравляем всех победителей. На очереди у нас еще одни звезды мирового масштаба, уважаемые гости. И я с удовольствием их приглашу на сцену. Олардың шығармашылығы өткенді құрметтеп, болашаққа ұмтылатын қазіргі Қазақстанның қуатты дауысы. Сіздерге әлемге әйгілі шығармалар орындалады. Антонио Вивальдидің табиғаттың күшін және уақыттың дәлдігін жеткізетін қуатты жылдам Уинтер шығармасы. Дәулеткерейдің батырдың рухы, еркін даланың және ерліктің символы болып табылатын Көрғылы күйі және Құрманғазының аңызға айналған адай күйі орындалатын болады. Адай күй бұл қозғалыс, энергия, қандай да бір қиындыққа қарамастан алға ұмтылатын ішкі дауысы. Өйткені мамандыққа апарар жол да бұл батырлардың жолы. Арманмен, күреспен, жеңіспен және өзінің кім болғанмен мақтанышпен. Осы үшін шығарманың бәрі өздерінің шығу тегіне қарамастан бір ұжымның қуаты әрі ерекше дыбысына біргеді. Бұл тек музыка емес, бұл уақыттар мен мәдениеттер арасындағы диалог. Бұл қазіргі Қазақстанның дауысы. Ендеше құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Сахна төрінде Ұлытау тобы. Достар, барынша қаттырақ қолдау көрсетейік, бір-бірімізге деген құрмет көрсетіп, шапалаққа аямай отырайық. Қазақтың даласы қандай кең болса, жүрегінде сондай кең. Асқақ әнінен де, жырынан да шіркін Дархан даланың лебесіп тұрады. Әрине, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейтін болсақ, әдеттегідей кезекті қазақтың қара домбырасымен үйлесімдік тапқан ерекше форматтағы топ алдарыңызға шығып, өз өнерін паш етуге даяр. Сіздердің әрине құрмет, қошеметтеріңіз, қолдауларыңыз бізге қажет, достар. Давайте поддержим бурными аплодисментами.
что ж, дорогие друзья, мы искренне благодарим каждого, кто сегодня был с нами, кто выступал, кто вдохновлял, кто слушал и чувствовал. Пусть ваш путь будет наполнен светом, пусть каждое дело, за которое вы возьметесь, приносит пользу, радость и уверенность, что вы делаете важное. Отанға деген сүйіспеншілік бізді жақсырақ болуға, үйренуге, жұмыс істеуге, шығармашылықпен айналысуға, қызмет етуге, өсіп, дамуға шабыттандырсын. Өйткені отан бұл ата-бабаларымыздың күші және біздің армандарымыз. Бұл бізді еркін, мейірімді және төзімді болуға үйрететін жер. Біздің киелі отанымыз гүлдене берсін. WorldSkills Алматыда келесі кездескенше ал сахна төрінде ел канта толы құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар достар. Отанымның төлін сүйем, көлін сүйем, ағынды өзен асқар тауын көлін сүйем. Отанымның қасиетті тілін сүйем, көлін сүйем, құдіретті сүйем, күйін сүйем. Отанымдай жергенде далалар бар, ормандар бар, отанымдай жерлерде армандар сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отаным деп сыбырлаған. Елім менің сыңғырлаған, боз торғайы шырылдаған, жаным менің кеудемнен алып кән жырлаған. Отандай жерлерінде бар ма, бар ма, отандай жерлерінде арман бар ма? Отан
ойындарда кездескенше, амандықта жүздескенше. Всем удачи, спасибо вам огромное за участие. До скорых